бір орманда кішкентай ақ қоян тұратын. Ол ақшыл, жылдам, әрдайым ойнап жүруді жақсы көретін. Бір күні ақ қоян орман арқылы секіріп жүрді. Кенеттен бұтақтан қара түлкі шығып кетті. «Сәлем. Мен сенің досың болғым келеді», деді түлкі үлкен көзін айқастырып. Ақ қоян қорқып, құлағын тік қылды. «Ой, сен мені қорқытпа. Мен тек достармен ойнағым келеді», деді. Түлкі мұңайып кішкене басын изеді. «Жарайды, мен қорқытпаймын. Сен менімен ойнағың келсе, бірге ойнайық». Ақ қоян тағы да басын шайқап. «Жарайды, бірақ мен алдымен жарысқым келеді», деді. «Жарайды. Кім бірінші ағашқа жетеді?» деді түлкі қуаныштан құлыншақтап. Олар бірге жарысты бастады. Ақ қоян тез жүгірді, бірақ түлкі де артта қалмады. «Қарайшы, мен де тезмін», деді түлкі. «Мен сені жеңемін», деп күлді ақ қоян. Жарыс біткен соң екеуі күлкіге бөленді. «Ой, сен шын мәнінде мықты екенсің», деді ақ қоян. «Сен де. Енді достар болайық», деді түлкі. Содан кейін олар орманда бірге ойнап, ағаштар мен гүлдердің арасында секіріп шаттанды. «Міне, жаңа досыммен ойнау өте қызық», деді ақ қоян. «Иә, мен де қуаныштымын», деп күлді түлкі. Күн бата бастағанда ақ қоян мен түлкі бір ағаштың астына отырып демалды. «Бүгінгі күн ең қызықты болды», деді ақ қоян көзі жарқырап. «Иә, біз нағыз достармыз», деді түлкі күлімсіреп. Сол күннен бастап ақ қоян мен түлкі әрдайым бірге ойнап, орманда бақытты өмір сүрді. Соңы ақ қоян жаңа дос тапты, қауіпсіз, бақытты, көңілді орманда ойнап жүр. Ертеде бір шағын ауылда мейірімді, еңбекқор қыз өмір сүріпті. Оның аты Күлше қыз екен. Өгей анасы мен екі өгей әпкесі оны жақсы көрмей, күні бойы жұмыс істететін. Бірақ Күлше қыз ешқашан ренжімейтін. Ол әрдайым сабыр сақтап, жүрегінде үміт ұстайтын. Бір күні сарайда үлкен би кеші өтетіні туралы хабар тарады. Патшаның ұлы өзіне жар таңдамақ екен. Барлық қыздар шақырылды. Өгей әпкелері сәнденіп сарайға кетіп қалды. Ал Күлше қыз үйде жалғыз қалып, терезе алдында мұңайып отырды. Сол сәтте бөлме іші жарқырап, сиқырлы пері пайда болды. «Сен де би кешіне барасың», деді ол. Пері асқабақты күймеге, тышқандарды атқа айналдырды. Күлше қыздың қарапайым көйлегі әдемі ханшайым көйлегіне өзгерді. Аяғына мөлдір туфли кигізілді. Бірақ пері ескертіп айтты. Түнгі 12-де сиқыр жоғалады. Сарайда ханзада Күлше қызды көріп бірден ғашық болды. Екеуі бірге биледі. Бұл кеш қыз үшін нағыз ғажайып еді. Алайда сағат 12-ге жақындағанда Күлше қыз асығып сарайдан жүгіріп шықты. Бір туфли баспалдақта қалып қойды. Ханзада сол туфлидің иесін іздеп бүкіл елді аралады. Ақыры туфли тек Күлше қыздың аяғына ғана дәл келді. Осылайша мейірімділік пен сабырдың арқасында Күлше қыз бақытқа жетті. Жақсылық жасаған жүрек әрқашан өз бақытына жол табады. Ертеде бір кедей шал мен кемпір теңіз жағасында өмір сүріпті. Бір күні шал ауын теңізге тастап, алтын балық ұстап алады. Алтын балық адамша сөйлеп, «Мені босатсаң, тілегеніңді орындаймын», дейді. Шал ештеңе сұрамай, балықты теңізге қайта жібереді. Алайда кемпір мұны естіп ашуланып, байлық сұратқызады. Кейін ол тағы да көп нәрсе қалайды. Үлкен үй, билік, ақыры бәріне қанағат етпей қояды. Соңында алтын балық ашуланып, бәрін бұрынғы қалпына қайтарады. Шал мен кемпір тағы да ескі лашықта қалады. Бұл ертегі бізге қанағат пен шүкіршіліктің ең үлкен байлық екенін үйретеді.